Республикалық жанұялық игілік журналы міне қазақ баспасөзінде 20 жыл. Биыл 2026-да 13 қаңтарда 20 жылдығын Құдай қаласа тойлаймыз. 30 жасымда орда бұзамын деп ашқанмын. Енді мінекей өзім 50-ге толып жатыр, игілік журналы 20-ға толып жатыр. Игілік журналының алғашқы сандарында мінекей шыққан Шахизада ханым 2008 жылы. Қараңызшы, игілік қандай болып шығатын еді? Мінекей осы түрлі түсті журнал. Одан кейін 2014-те 100-ші сан шықты. Ол архивте, міне қараңызшы. Мына архивтен алып келдім ғой. 100-ші санында өзім шыққам. 2014 жылы ақпанда 100-ші саны мінекей бас редактор Меруерт Айтсенова. Одан кейін дизайны қандай күшті болып өзгерді. Қазір соңғы міне 26 жылы шыққан сандары мінекей. Қандай күшті журнал болды мінекей. Бұл журналдың бетінде өздеріңіз телевизордан көріп жүрген қаншама танымал адамдар бар. Құрбым Ақжүрек Абзалжан Оразақызы, Жансая Тілекқызы, Мөлдір Қажымұқанқызы, Бағдат Амандосұлы, Гүлзира Рахымжан, және біздің академик апайымыз Сабурлова Гүлшарбан Қамылбайқызы. Енді мына кісі Досқан Жолзақсынов 2011-де шыққан. Бұл кісінің бір тамаша фильмі түскен кезде мен өзім спонсор болып, бұл кісіден бір тиынды алмай, бұл негізі коммерциялық журнал ғой, осы кісіге құрметім ретінде Біржан Салды шығарғаннан кейін мен өзім сұхбат алып шығарғам. Фотосессияны жасаған Тимакс көрсетіп жіберіңізші. Мақсат есіңде ме? Досқан Жолзақсыновты біз студиямызға шақырып, осылай фотосессия жасағанбыз. Және Досқан аға екеуміздің де суретіміз бар еді, қазір крупный план көрсетіп жіберсем болады. Екеуміз бірге түскенбіз. Оны естелікте қалдырғанбыз. Мінекей мен өзім сұхбат алғанмын Досқан Жолзақсыновтан. Мінекей. Осындай қаншама тарих жасап жатырмыз. Рахмет халқыма. Бізбен болғандарыңыз үшін рахмет айтамыз, басымызды иеміз. Бізге 20 жыл.